Сәлем достар, сендермен МПК арнасы. Бүгінгі видеода сендерге қалай ноутбук таңдау керек туралы жалпылама айта кетемін. Ал егер де сендердің ақшаларың жетіп тұрса, онда жаңадан ноутбук алуға кеңес берер едім. Ал егер де ақшаларың аз болып тұрса, бүгінгі видеода қалай бұл ноутбук алу туралы айтатын боламын. Достар, ең алдымен сендер әрине өздеріне ұнаған ноутбукты OLX-тен, Market.kz немесе Сату.kz сияқты платформалардан таңдап аласыңдар. Содан кейін кездесуге бармай тұрып, сендерге флешка керек болады. Флешканың ішіне AIDA 64 деген программаны жазып, және де 1-2 музыканы скачать етіп алыңдар. Достар, ноутбук алғанда сендер ең алдымен оның сыртын қарап алыңдар, және де астын мұқият қараңдар. Онда шуруптарына мән беріңдер. Олар негізі шуруптар краскіленген болуы тиіс. Егер де шуруптарын бұралғанын көрсеңдер, значит ол ноутбук ремонтта болған деген сөз. Достар, және де ноутбуктың ашылып жабылуында тексеріп алыңдар. Ол ашылып жабылғанда артық дыбыс шықпау керек, былайша айтқанда четко ашылып жабылу керек. Достар, ноутбукты әлі қосуға асықпаймыз, оның экранына қараймыз. Ешқандай пикселі кетпеген бе, матрицасы сау ма, соны тексеріп аламыз, және де клавиатурасын да басып тексереміз. Мүмкіндік болса, зарядкасын қосып, міндетті түрде тексереміз. Одан зарядка қаншалықты алады, алмайды, соны да қараймыз. Достар, бағанағы флешкамыздан ноутбуктан әрбір USB порттарына салып тексеріп аламыз. Достар, ноутбукқа флешкамызды салып, музыканы тыңдап көреміз. Сол арқылы динамикті тексеріп аламыз. Достар, енді кезекте бағанағы AIDA 64 деген программаны ноутбукқа скачать етіп аламыз. Ол программа арқылы ноутбуктың батарейкасын тексереміз. Ол үшін достар, AIDA 64 деген программадағы электропитание немесе батарея деп тұрған жерге кіреміз. Сол жерде батареяның қанша проценті құртылғаны жазылып тұрады. Егер де процент 15-тен аспаса, онда батарейка жақсы істеп тұр. Егер де проценті 15-20-дан көп болса, онда бұл ноутбуктың батарейкасы слабый. Достар, ноутбуктың процессорының видеокартасының памятін өздерінің бюджеттеріне қарай таңдайсыңдар. Мен жалпылама түрде айтып өттім. Достар, егер де ноутбук алсаңдар, мен айтып өткен критериймен алыңдар. Себебі, егер де 1-2 минус тапсаңдар, ноутбуктың иесіне айтып, бағасын әлдеқайда төмен қылдырып ала аласыңдар. Достар, егер де бұл видео пайдалы болса, немесе бұрын сонды естімеген заттарым болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып кет. Ал егер де сенің каналыма алғаш рет келіп отырсан, міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңырау жағын басып кет. Бүгінгі видео осымен бітті. Бұл МПК арнасы, сау болыңдар.